Сәлем менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін творогтан пирог дайындаймыз. Бұның начинкасы сәл өзгеше болады, бірақ формасын жақсы ұстап, кескенде осылай әдемі көрініп тұрады. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. 90 грамм жұмсақ сары майға 70 грамм қант ұнтағын саламыз. Бір жұмыртқаны қосамыз. Сыбыр категориямен де осыны жақсылап араластырамыз. Осылай біркелкі болып араласқаннан кейін үстіне ұн мен разрыхлительді қосып қамыр илейміз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болады. Енді осыны 20-30 сантиметрлік формаға бірінші шеттерін, содан кейін астына қамырды жайып шығамыз. Егер осы пирогты мен өзіме жасайтын болсам, онда ешқандай майламаймын. Астына пергаментте төсемеймін. Ал егер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, онда астына міндетті түрде пергамент төсеңіздер. Осылай қамырдың бәрін жайып шығамыз. Енді осыдан кейін осыны асты бір тегіс болу үшін вилкамен тесеміз. Енді начинкасы үшін 500 грамм майлы творог, 250 грамм сапалы сгущенка, содан кейін 2 жұмыртқаны саламыз да блендермен жақсылап еземіз. Творогтың майлылығы жоғары болған сайын сіздердің пирогтарыңыз дәмді болады, өйткені бұған қаймақ қосылмайды. Енді осыған бір ас қасық кукурузный крахмал қосып, тағы да еземіз блендермен. Сонымен біздің начинка дайын болады. Начинканы қамырдың үстіне құйғаннан кейін осыны алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Видеода мен 170 градуста 35 минут пісірдім, бірақ ол градусы жоғары болғаннан кейін начинка қатты көтерілді да бір жағы. Содан кейін осылай қызарып кетті, екі түрлі болды. Сондықтан 160 градуста пісіре бергендеріңіз дұрыс. Ал егер верх-низ режим болса, онда 150 градуста да пісірсе жетеді. Кескен кезде осылай формасын жақсы ұстап, разрезі әдемі болады және дәмі өте керемет болып шығады.